Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте жұмсақ, нәзік болып шығатын медовый торт жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Құрамы описание бөлімінде толық жазылған. Мен тураған уақытта торт енді крем жағылған еді. Біраз тұрғаннан кейін одан да жұмсақ болады. Ал енді қамырына кірісеміз. Бірінші барлық ингредиенттеріміз дайындап аламыз да, ыдысқа майды, қантымызды және медті салып, оны паровой баняға дейміз, яғни астына су қайнатып, үстінен қойып ерітеміз. Осылай майымыз толық ерігеннен кейін барып, үстінен соданы қосамыз. Араластырып тұрамыз. Ол осылай көпіреді. Бірінші ақшыл болады көпірігі. Одан кейін біраз, бір 5 минутта золотистый түске, алтын түстес түске айналады. Сол уақытта өшіресіздер. Міне, осындай әдемі түс шығу керек. Бұл сұйықтығымызды басқа ыдысқа құйып, 1-2 минуттан кейін үстінен жұмыртқаны бір-біреулеп салып, осылай тез араластырамыз. Жұмыртқамыз пісіп қалмау керек. Одан кейін ұнды қосамыз да араластырамыз. Қамырды осылай кішкене ұнға салып, илеп аламын. Осындай жұмсақ қамыр иленеді, және оны бір 15 минутқа пакетке салып, холодильникке салып аламыз. Осылай холодильниктен шыққаннан кейін өзіңізге қажетті бөліктерге бөліп, менде 22 диаметрге осылай 8 бөлік шықты. Шет-шетін артық қып жая бересіздер, ол жағы бетінен себуге қажет. 200 градуста 5 минуттан пісіріп аламыз. Мен медовик тортына әрдайым қайнатпалы крем жасаймын. Ол үшін сүтке, ұнды, қантты және бір жұмыртқа қосып, араластырып, оны отқа қойып, араластырып отырамын. Лайк басып қолдап отырыңыздар және комментарийға өздеріңізге қандай рецепттер ұнайды, тағамдар, торттар ұнайды, соларды жаза өтсеңіздер болады. Отқа қойған уақытта үнемі араластырып отырамыз. Осылай қоюланып, шеттер осындай болған уақытта өшіресіздер. Араластырып тұрмасаңыздар, ол асты күйіп қалады, сондықтан міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Енді бөлме температурасындағы май мен сгущенканы миксерлеп аламыз. Оның үстінен осы қайнатпалы кремімізді салып отырып миксерлейміз. Қайнатпалы креміңіз бұл уақытта сәл суып тұруы қажет. Арнама тіркеліп, жаңа рецепттерді бірінші болып тамашалау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді тортымызды жинақтаймыз. Осылай мен корждарымды 22 диаметрде қиып алдым. Шеттерін оның үстіне жағуға ұсақтап қойдым. Және кремді осылай көп-көптен жағып отырамыз. Қалған кремнің бәрін бетінен осылай жағып, шет-шеттерінен де жағып шығамыз, және крошканы бетінен себеміз. Тортты 5-6 сағат пропиткаға қойсаңыздар, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Бірақ біздің үйдегілер
бұл тортты өте қатты жақсы көргендіктен біз жарты сағаттан кейін кесіп жей бердік. Бұдан да жұмсақ болып шығады, егер уақыттарыңыз болып кішкене қойып қойсаңыздар. Баршаңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жұлдызай. Баршаңызға ас болсын. Рахмет.